Мен Сапархамет Али, Оңғар орта мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Мен жобамның тақырыбы қуыс кеуде рухани дерт. 21 ғасырда адам болмыс үшін аса маңызды, ең керекті, ең шешуші рухани құбылыс екені барған сайын айқын сезіле түседі. Ескі түсінік бойынша бос уақыт бола қалған кезде тұла бойға даналық пен дарытып қалуға жұмсалады екен. Содан болар ескінің адамы қуыс кеуде деген рухани дерттен аман жүрген. Ал қазіргі қазақ қоғамы ше? Қазіргі қазақ қоғамы шамадан тыс надандап кеткен. Надандығының белгісі эзотерикалық сенімге сенетіндердің легі көбейген. Мен жастардың мақсатсыздығынан, отанына деген сүйіспеншілігінің таяздауынан қорқамын. Содан менің жобамның тақырыбы өте өзекті деген ойдамын. Менің зерттеу барысындағы мақсатым қазақ қоғамы надандылыққа, қараңғылыққа қарай алып бара жатқан ортамен қарсы күресу. Егер әрбір адам қуыс кеуделікпен күрессе, ата-бабамыз армандағандай мәңгі ерге айналар едік. Олай дейтін себебім, болашақ осы жастардың қолында деп лирик ақын Мағжан Жұмабаев айтқан, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалыны бар жастар көп болуы тиіс. Сонда біз алмайтын қамал, біз бағындыра алмайтын шын қалмайды. Қуыс кеуде дегеніміз сыртқы әлемнің қызығып, ішкі әлемі қаңырап бос тұратын адамдарды айтамыз. Қазіргі қазақ дүниетанымы он алмастай бір соққы алды. Бүгінгі таңда тылсым құбылыстарға, әртүрлі магикалық, практикалық құбылыстарға сенетіндердің легі көбейді. Оған мысал ретінде әлеуметтік желіде жаппай сатылып жатқан қызыл жіптер, қағбаның басында тұрып адам ақысына дұға тілейтін адамдар, шиген үстіне тұрып жылайтын адамдар, әртүрлі жолды ашатын арман блокноттар, үйде ұрыс-керіс болғызбайтын, ақша алып келетін дұғалар мен сүрелер. Осының барлығын әлеуметтік желіде блогерлардың аудиториясынан сатылып жатқанын көз көреді. Бұған тек ішкі руханияты бос адамдар ғана барады. Мектептерге неліктен кәсіби бағдарын енгізеді? Себебі 16-17 жасар балдар өздерінің әлі күнге шейін кім болатынын шеше алмайды. Қазіргі балдар ғылымның басқасын барлығына қызығады. Оңай ақша тапсам, мобилограф болсам деген сияқты. Міне жастардың көзінен оты сөніп, қуыс кеуде дерті болып көріп жүрміз. Адамның көкірегі киелі құндылыққа, рухани объектілерде кедей болса, оның арман, қиялы, креативі, мақсаты, ерлік жігері, талабы, шығармашылық таланты түгелдей өзімен өзі ғайып болады. Адам рухани деградацияға ұшырайды. Мартин Хайдеггер адамның жоғалуы молшын сөзден басталады деп ескерткен. Молшын әңгіме, мағынасы бос сөз, адам болмысына қатер төндіретін рухани вирус. Біз бос сөздің шырмауында көңілінен тот басып, адами кейпіне алшақтап кеткен аңдамай қалады. Сол арқылы тұтастай бір ұлт жоғалады. Айталық, қазіргі ұлттық арналардың көбісі арзан күлкіге құрылып кеткен, даңғаза шоулар, ырбық қылжықтар, арзанқол әзілдермен халықты тәрбиелеп жатыр. Оны көрген жастар одан үлгі алары анық. Міне осы арқылы сайтмазақтық пен бос қылжақтық өзіміздің мәдениетімізге айналдырып жатқан сияқтымыз. Мен өз мектебімде жасөспірімдердің сауалнама алдым. Сауалнамаға 50 респондент қатысты. Сауалнама қорытындысы бойынша қазіргі ата-аналар балаларын әдеп пен ибаға емес, әккілік пен тысқақтыққа, пысықтыққа сіңіріп тастағысы келеді екен. Біз керісінше балаға әдеп пен ибаны үйретуіміз керек. Себебі пайғамбарлар өз үмбеттерінде айтқан, ілім білім мың саты, оның 999-ы әдеп деп өсиет қалдырыпты. Қорыта келгенде, мен қуыскерлікке негізгі аз ғана себебін анықтадым. Менің ойымша, қуыскерлікке қарсы келетін күш ұлттық тәрбие. Олай дейтін себебім заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов ел боламын десең, бесігіңді түзе дегені бар.
біз болашақ ұрпақтың елдік рухы мықты болсақ десек, оларды рухани мәдениет уызынан жаратып өсіруге тиіспіз. Мемлекетшілдік, елдік, бірлік, татулық ұғымдарын бала санасына жастайынан сіңіруіміз қажет. Адам болмысы рухани іргетасын қалау үшін ғасырлар бойы сүзгіден өткен қазақтың қисса, ән, жыр, күй, ертегі сияқты құндылықтарды құюымыз қажет. 21 ғасырда бала тәрбиелеуді үйрететін мыңдаған білгіштер Инстаграмда қаптап жатыр. Бірақ ең жаманы сол ақпаратты удай ақшаға сатып алады. Сырты жылтырақ, іші қалтырақ, мәні мен мазмұнның жұрдай бала тәрбиелеу жолдарына бас ұра бермей, өзім оқыған қазақтың тұңғыш ғалымы Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантай Ақсақалдың бала тәрбиелеудегі жолдарын ұсынғым келеді. Имантай Ақсақал бала тәрбиелеудегі ең бірінші шарты не нәрсе ниет қылып бастамасаң, бісмілләдан баста деген. Сәлем сермей, әлем сермейді. Имантай Ақсақалдың бала тәрбиелеудегі екінші шарты балаға ассалаумағалейкум деген сөзді жастайынан миына құю қажет. Үшінші шарт, есті бала қонақ қарсы алу білу керек, яғни қонақжайлық. Бала жастайынан қонақжайлыққа үйрену қажет. Сол арқылы бала өскенде елін қорғайтын нағыз азамат болады. Бала тәрбиелеудің төртінші шарт, ардан аттау, мұраға таласу, кісінің ақысын жеу, қорқытып шегіну сияқты рухани кеселеріне аулақ болуымыз қажет. Осы айтылған шарттарды әрбір ата-ана бала тәрбиелеуде қолданса, ол қызымыз Абай Құнанбаевтың өзі армандаған толық адамға айналар едік.